Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі оқу қызметіне дайынсыңдар ма? Сауат ашу негіздері. Дыбысы мен әрпі. Балалар, алдымен шаттық шеңберін бірге айтып алайық. Күндей жадырап, жұлдыздай жарқырап, судай мөлдір таза көңілмен бүгінгі күнімізді бастайық. Балалар, жақсы көңіл күймен бүгінгі оқу қызметімізді бастаймыз. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын, мұқият тыңда. Бұрап қойған сағаттай айғайлайды таң атпай. Бұл жұмбақтың жауабын не деп ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар, бұл әтеш. Балалар, бүгін біз дыбысымен танысатын боламыз. Дегенім әткеншек, қызық бірге тепсек. Балалар, дыбысы, дауысты дыбыс. Дыбысын кәне менің артымнан қайтала. Дыбысы үлкен бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Балалар, дыбысынан басталатын сөздерді білу үшін мына видеоны бірге қарап шығайық. Әрпі. Әрпі. Әтеш. Әтеш. Әке. Әке. Әткеншек. Әткеншек. Әже. Әже. Әріп. Әріп. Әуен. Әуен. Әнші. Әнші. Әйнек. Әйнек. Әуежай. Әуежай. Балалар, жұмыс дәптерімізді ашып, тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші тапсырмаға назар аудар. Тыңдаңдар. Бесік жыры. Әлди бөпешім, әлпеш дейін көкешім, тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Балалар, осы өлеңнен дыбысы бар қандай сөздерді естідің? Әлди деген сөз дыбысынан басталады. Сен де бұл бесік жырын әнмен қайталап айтып көр. Екінші тапсырмаға қарайық. Бұл сөздер кімге айтылады? Тәй, әлди, қас. Бұл сөздер кімге айтылады? Бұл сөздер жаңа туған сәбиге және жүруге талпынып жүрген балаға айтылады. Солай ма, балалар? Сәби ұйықтағанда айтылатын тыныш, шулама деген сөзді ишарамен көрсет. Сәби сөзіне дыбыстық талдау жаса. Есіңде сақта, балақай. Жіңішке дауысты дыбыс. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Әртүрлі дауыс мәнерімен айт. Сөйлем соңына қандай тыныс белгі қоясың? Сәби ұйықтады. Немесе қуанышты көңілмен айтамыз. Сәби ұйықтады. Сұрақ белгі, нүкте немесе леп белгісі қайсысы қойылады деп ойлайсың? Төртінші тапсырмаға қарайық. Әрпімен таныс бол. Тербеткен әже сәбиді естіледі. Әлдие. Балалар, сәбидің арбасы қандай әріпке ұқсайды? Ендеше сәбидің арбасын әдемлеп боя және де әрпін белгілеп көрсет. Келесі бесінші тапсырмаға назар салайық. Сәбиге арнап жіңішке дауысты дыбыстардан әдемі сылдырмақ құрастыр. Осындай сылдырмақтың дауысын салып көр. Ал жуан дауысты дыбыстармен жасалған сылдырмақ саған ұнар ма еді? Дыбыстап көрші. Балалар, енді
дыбысының жазылуымен таныс болайық. Ол үшін мына видеоны бірге қарап шығуға кеңес беремін. Әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Бас әріптен және кіші әріптен құралады. Әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасай отырып иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай доға жасап, оны оң жақтағы сызықпен үстіңгі сызықта айқастырамыз. Әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай үстіңгі және астыңғы сызыққа тигізе доға айып, оны оң жақтағы сызықпен жол ортасында айқастырамыз. Дәптеріңді ашып, менімен Балалар, әріпін дәптерге және де жұмыс дәптерге бірнеше рет қайталап жазамыз. Әріпін көбірек жаз, қолың үйренсін. Келесі сендерге мынадай тапсырма. Әже, әліппе, әтеш, сәбіз, әткеншек, дәптер сөздерін жай дәптерге дыбыстық талдау жаса. Сен дыбыстық талдауды білесің бе? Балақай, екінші тапсырмамыз, қай суретте әріпі кездеспейді? Сол суретті қоршап сыз. Қандай сурет көріп тұрмыз? Тапсырманы орындаймыз. Балалар, біз бүгін әріпі мен дыбысымен таныс болдық. Дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Сендерге бірнеше тапсырма берілді. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасас. Балалар, ертеңге дейін сау болыңдар.